Қазіргі таңда көп балаларда сөйлеу қабілеті дамымай жатады. Оның бірде-бір себебі балалар көп уақытын ұялы телефонда өткізеді. Балалардың уақытын тиімді пайдаланып, баланың ойын, тілін дамыту үшін неше түрлі қызықты ойындар мен жаттығулар жасатып, уақытты тиімді пайдалануды үйретейік. Мен күнделікті балаларыммен әңгімелесіп, күндерінің қалай өткенін сұрап, тілдесіп отырамын. Сол арқылы балалардың сөйлеу қабілеті дамиды. Қайсы көбелек? Көбелек қайсы? Көбелек. Қоян қайсы? Гүл қайсы? Гүл. Оның аты не? Гүл. Бақа қайсы? Бақа. Бақа. Медина А деген атты көрсетші. Аю, әкеш, ғашке. Молодец. Дай мен допты көрсетші, допты. Доп? Қайсы доп? Доп қайсы доп? Мына жақтан десей. Мына жақтан десей. Қайсы доп? Доп не? Бұл не? Доп. А мынау не? Бақа. Мынау не? Мынау не? Нан. Мынау не? Молодец. А мынау шыны? Молодец. Мынау қайсы? Самақат. Самақат емес. Нақандайсың? Нақандайсың? Бір. Нау? Екі. Нау? Үш. Нау? Бес. Төрт. Бес. Нау? Алты. Жеті. Нау? Сегіз. Тоғыз. Он. Дамир, мынау не? Сиыр. Мынау? Түлкі. Мынау не? Қоян. Мынау? Мысық. Мынау? Ит. Күнделікті баламен тығыз жұмыс жасап, сәбилеріміздің ой-өрісін, тілін дамытып, балаларымыздың жеке тұлға болып өсуіне атсалысайық.